Дана халқымыз былай деген: қариясы бар ел қазыналы ел, ағасы ақылдының аулы азбайды. Бүгін кездесіп сіздермен кеңес алуға жөн көрдім. Өңір экономикасы барлық дерлік базалық салалары 10 аймақта. 2025 жылға дейін бізде 143 инвестициялық жоба әзірленген, 10 мың жаңа жұмыс орны құрылады деп жоспарлап отырмыз. Биыл егістік жерлері 1,4 миллион гектарды құрайды. Соңғы 3 жылда бізде 40%-ға суармалы жерлердің алқабы өсті. 3 жылдың ішінде қосымша 87 мың ауылдық тұрғындарына сумен толығымен қамтамасыз еттік. Жыл соңына дейін 206 мың ауылдық жерлерде тұратын тұрғындары сумен толығымен қамтамасыз етеді. 1400 шақырым жолдары сапалы түрде күрделі жөндеуден өтті. 14,6 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Соның басым бөлігі тұрақты жұмыс орындары. Барлық колледждерімізде біз жеке осы өзекті мамандықтардың орталығын аштық. Барлық мектеп оқушыларына 80 мыңнан астам тегін тасымалдау мәселесі шешілді. Тәрбие әр отбасынан басталады. Туған тілді қадірлеуде шаңырақтан басталады. Сондықтан бала тәрбиесі бүгінгі күні ең басты мәселелердің бірі болып отыр. Я предлагаю разработать комплексную программу патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи и подрастающего поколения. Претворяется в жизни отдельные предложения наших ветеранов, исполнительной власти в области, от которого зависит будущее страны, а значит и наша жизнь. Алдымызда келе жатқан қариялар мерекесі сіздерді шын жүректен құттықтай отыр. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасылық бақыт, өсіп келе жатқан балаларыңыз тек қана қуаныш пен бақыт, береке әкелсін.